Енді менің жекеме көп адамдар жазады да, менің энергиям вообще жетпейді, мен үнемі шаршаңқы жүремін, мен үнемі ұйқым келеді, мен бір іс бастайын десем, жасайын десем, вообще жасай алмай қаламын, еріншектік менде басым деген сияқты. Енді ондай жерде сіз не жасайсыз? Қараңызшы, мен мысалы мына сізді салып қойдым, сіздің үстіңізге басыңыз, бізде міне энергия бар, энергияға өмірде барлық нәрсе қатысты. Біздің жетістікке жетуіміз, отбасындағы гармония, біздің күйеуімізбен қарым-қатынасымыз, біздің қаншалықты ақша табуымыз қазіргі сәтте, сіздің қаншалықты армандарыңыз орындалып жатыр, өміріңізге қаншалықты ақша келіп жатыр, оның барлығы мына сіздің энергияңызға байланысты. Енді қараңыз, мен сіздің энергияңызды лампа ретінде салып қойдым. Енді сіздің мына миыңыз, адам позитивтен көрі негативті өте тез қабылдайды. Ғажаптан көрі сенімсіздікті өте тез қабылдайды. Сонда сізде қорқыныш басым болса, өкініш, мына жақта жұмысыңызға бара жатқандағы пробка, өкпереніш, уайым, өсек, ұнамайтын жұмысқа сіздің энергияңыз кетіп жатыр, ресурстың бәрі сізде азайып жатыр, уже мынандай керексіз заттардың бәріне кетіп жатыр. Сіздің энергияңыз мына жерге қарағанда қанша қалды? Аз-ақ процент қалды, 10% энергия, 5-10. Сіздің армандаған өміріңізге жетуге, мақсаттарыңызға қадам жасауға, саяхат, сіз саяхаттайтын шығар, шетелге бару, уже сіздің армандаған өміріңізге энергия қалмады, яғни сізде уже ресурс жоқ осылардың барлығын реализацияға айналдыруға, осылардың барлығына қол жеткізуге. Түсіндіңіз ба? Сондықтан да біз мына нәрселердің барлығына стоп қойып арылу керекпіз. Оны арылту үшін сіз не жасайсыз? Оны арылту үшін сіз ең бірінші ұйқыдан тұрған кезінде күніңізді позитивқа настройка жасайсыз, яғни позитивті ойлайсыз. Желательно блокнотқа міндетті түрде өміріңіздегі қалайтын 10 нәрсені прям дәптер бетіне түсіріп барып болып жұмысыңызға кірісіңіз, одан ары қарай үйдегі шаруаларыңызды жасаңыз. Ол өте маңызды. Айту емес, именно жазу керек, потому что біздің миымызда и так керек емес мусорлар, ойлар толып жатыр. Сондықтан да міндетті түрде жазыңыз, ол хотя бы сізге 1-2% болсын көмек береді.